21-ғасырда жасанды интеллект сөзін естіп жүрген боларсыз. Сарапшылар болашақта оның біршама мамандықтардың орнын алмастыратынын айтады. Олардың ішінде тіпті медбикелер мен секілді журналистер де бар. Демек, жасанды интеллект болашақта біразымызға бақталас болмақ. Ендеше қарсыласымыз қалай жұмыс істейді екенін тексеріп көрейік. Ол үшін бізге арнайы IT маманы жәрдемдеседі. Сәлеметсіз бе? Бізге жасанды интеллект жайлы түсіндіріп берсеңіз. Қазіргі таңда жасанды интеллект мейнстрим болып келе жатыр деп айтсақ қателеспейміз. Қазір ең танымалы чат GPT интеллектуалды жасанды интеллекті. Бұл яғни чат негізінде жасалған, чат-бот негізінде жасалған. Бұның ерекшелігі, сіз сұрақ қоясыз, сіздің сұрағыңызға орай, сауалыңызға қарай өзіңізге керек жауаптарды ала аласыз. Мысалы, көрсете кетейік. Мысалы, білім саласында пайдаланып көрейік. ОБТ сұрақтарына жауап беремін. ОБТ сұрақтары мен физика деп теремін. Соңғы шыққан ОБТ сұрақтарын алып көрейік. 31.04 нұсқасындағы 4-ші сұрақтың жауабын шығарып көрейік. Мен жасанды интеллектке өз сауалымды жолдадым. Жауап шықты, 150 ньютон күш керек дейді. Салыстырып көрейік. Міне жауабы 150 ньютон күш. Жауап дұрыс деп белгіленді. Маған мысалға қазір бір Түркістан туралы тарихи деректер жинап алу керек болып тұр. Жазып көріңіз, тексеріп көрейік. Жазып көрейік, бірақ бұл толыққанды қазір журналистерді, копирайтерлерді алмастыру әлі ертерек деп ойлаймын. Себебі қазір бұл чат GPT барлық 2021 жылғы дейінгі ақпараттарды өзіне сақтап отыр. Бұл ақпаратты қазір тексеріп көрейік. Google'да, дәл Google'дан алынды ма, или қалай алынды екен. Қазір Google'ға осы ақпаратты мен салып көремін. Көріп отырғандай, Google жүйесіне индексациясында толыққанды бұл ақпарат жоқ. Әр жерден кездесіп отыр. Әртүрлі сайттарда берілген ақпараттарды алады ғой. Ақпараттарды өңдеп, сізге өзіңізге керекті ғана ақпаратты шығарып беріп отырады. Уникальность. Ендеше жасанды интеллектпен кішкене жарысып көреміз ба? Кішкене бір мен пост жазуым керек. Түркістан қаласы туралы. Жасанды интеллект қанша уақытта жазып үлгереді, мен қанша уақытта жазып үлгеремін. Міне, жасанды интеллект бізге небәрі 1 минут 34 секундтың ішінде 4 абзац шығарма жазып берді. Ал мен өзімді тексеріп көремін. Журналистер кез келген мәтінді жазбас бұрын жұмысын ақпарат іздеуден бастайды. Ендеше біз секунд номерді тура осы кезден бастаймыз. Міне, 1,5 минуттың ішінде 6 сөйлем жазып үлгердім. Жасанды интеллектпен салыстырғанда әлде қайда аз, десе де сөйлемдерін қайта өңдеудің қажеті жоқ. Менің міндетім тексеру, жасанды интеллектке сенім артасыз ба, әлде білікті маманның көмегіне жүгінесіз бе, таңдау еркі өзіңізде. Сонымен қатар чат GPT сіз сұраған тақырыпқа кітап, дипломдық жұмыс, тіпті түрлі фильмдерге сценарий жаза алады. Сіз қойған логикалық сұрақтарға жауап беріп, қажет мәліметіңізді әп-сәтте жинақтайды. Нақтырақ айтқанда, ғаламтордағы кез келген мүмкіндіктерге ие. Әзірге сайт ақпаратты тікелей ағылшын тілінен аударатындықтан сөйлемдерде грамматикалық қателер кездеседі. Десе де жасанды интеллект жинақтаған ақпаратты түзету өзіңіз ізденгеннен әлде қайда аз уақыт алады.